Осы бар ғой, Қазақстанда 30 жасыма дейін вообще бетіме крем жақпағанмын ғой. Бір анда-сонда бір анау черный жемчуг дегендер тұрады ғой. Сол крем еще бір жақсан, бір жағасын, бір жақпайсың. Осы крем жағу үрдісін, тәртібін, мәдениетін, бет күтімі деген мәдениетті осы Кореяға кеп кәрістерден үйрендім ғой. Бұл жақта еркегі де, әйелі де міндетті түрде 3 слой крем жағады. Бірінші сыворотка жағады, тонер, эмульсия, содан кейін крем жағады. Осы неге бізде Қазақстанда бет күтімі мәдениеті жоқ? Бетті күту керек, бетке осындай неше түрлі кремдер, сывороткалар жағу керек. Енді қазір болып жатқан шығар енді Қазақстанда. Қазақстаннан кеткеніне 5 жыл болды ма? Менің 5 жылда енді өзгерген шығар. Бірақ мен 5 жыл бұрын бар кезде